Әлеуметтік желінің әлеуеті билеген 21 ғасырда дәстүрлі бақтың қажеті нашарлады. Бірақ еңбектеген баладан еңкейген кәріге дейін телефонға телмірген заманның өз артықшылықтары да аз емес. Соның бірі де бірегейі заман талабына сай пайда болған жаңа мамандықтар. Соңғы 5 жыл ішінде үлкен сұранысқа ие болған SMM саласы мен оның маңызы туралы Хатуда 12 ақпан күні өткен кездесуде сөз қозғалды. Халықаралық IT университетіне келгеніме шын жүректен қуаныштымын. Өйткені бұл жерде мен өзім өстім, оқыдым 4 жыл бойы. Мысалға маман ретінде келіп, студенттерге тәжірибелік сабақ беріп жатқаным өзіме үшін үлкен мәртебе. Сондықтан да мен қуана бірден ести сала ұшып келдім десем болады. Сұранысы өте жоғары негізі. Адам істеймін десе негізі өте көп мүмкіндіктер бар, өте көп жұмыстар, ұсыныстар. Мен күнделікті бір күнде кемінде енді 1-2 вакансия түсіп тұрады. Сондықтан да былай қарасаңыз негізі сұраныс өте көп. Бірақ қазіргі таңда енді маркетинг үнемі өзгерісте. Кейде SMM деген мамандық болмауы мүмкін, оның орнына қосымша түрлі мамандықтар болуы мүмкін дейді. Бірақ былай қарап отыратын болсаңыз, SMM-сіз ба, сіз контент-мейкерсіз ба, маркетологсыз ба, не болмаса видеографсыз ба, барлығының мақсаттары бір негізі істейтін жұмыстар. Сондықтан да SMM нақты мысалға 5-10 жылдан кейін болмаса да оған ұқсас мамандықтар бәрібір де болады. Сондықтан да қазір меңгерсеңіз, ол бәрібір де сіздерге бекерден бекер болып қалмайды, пайдасы тигізеді. SMM тек пост жазу емес, ол стратегия, аналитика және шығармашылықтың үйлесімі. Кездесуде мамандар журналистика факультетінің студенттеріне арнайы дәріс оқыды. Білім алу, соңғы трендтер, қаралым жинау, сатылым жасау, коммерциялық жобаларды сәтті жүргізу туралы өз құпияларымен бөлісті. Бұл кездесуден студенттер тек жаңа білім ғана емес, болашақ жобаларға шабыт алды. Бұл саланың мән-маңызын түсініп, цифрлық маркетингтің қыр-сырымен танысты. Бүгін кездесу мен үшін ұнады, себебі мен өзім бірінші курс студентімін, және де маған енді журналистиканың сабақтарына еніп жатырмын. Болашақта мен үшін керек емес екенін түсіндім өзіме, қандай приложение қолдану керек, соның бәрін түсіндіріп кетті бізге. Оған қоса, мысалы, журналистика тек қана сол редакция, газета емес, осындай да мысалы қосалқы жұмыс, әлеуметтік желілерде жұмыс істеу ғана көмектеседі деп ойлаймын. Қызықты шара студенттерге SMM-нің кең мүмкіндіктерін көрсетіп, олардың цифрлық әлемде өз орнын табуға ынталандырды.